Барлығыңызға сәлем. Менің есімім Інжу Тоғызбай. Жасым 12-де. Мен Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қараукелді ауылынан келдім. Мен туылғаннан бері құлағым жай естиді. Кішкене естімегеннен қиындық тудырады. Құлағымды 100% естіп кеткенін қалаймын. Құлағым дұрыс жасамай қалады, дұрыстап естілмей қалады деп қорқам. Осындай қорқыныш менде көп болады. Адамдармен тілдескенде есіме түседі. Мен отаны 10 жасымда жасатқанмын. Отадан кейін кішкене ауырдым. Құлағыма кішкене дауыс жаңғырып естіле бастады сол кезде. Тек бір құлағыма жасаттым. Кіші құлағыма. Бұйырса көктемде жасаймыз. Анам мен әкемнің қолдауы маған үлкен күш береді. Сенімді бола бастаймын сол кезде. Жігерленемін. Қатты мұңайған жоқ. Біз сені емдейміз деп маған айтты. Олар сондай мықты адамдар. Мен ата-анама өте қатты рахмет айтқым келеді. Осы уақытқа жеткізгендеріңізге рахмет. Сіздерді өскенде аялаймын. Көрме таңдау кезеңінде тәлімгерлері барлығы да бұрылады деп ойлаймын, сенемін, себебі баламның дауысы ерекше. Сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта да барлық жеңістерге жете беру. Бұл жобаға келген мақсатым ата-анамды қуанту және жетістікке жету. Бұл жоба мен үшін өте маңызды. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Есімің кім? Інжу. Інжу. Қобалжу бар ма? Қатты емес. Уайымдап тұрған жоқсың ғой ештеңені, иә? Я, барлығы Көңіл жақсы. күй тамаша. Өте керемет. Інжу, олай болса, осы әдемі көңіл күймен сахнада әніңді жақсылап орындап шығамыз. Келістік қой? Жақсы.